Білім беру саласы қатынас, оқу қызметі, сауат ашу негіздері, сабақтың тақырыбы не тәтті, не ащы, ш дыбысы мен әрпі. Сабақтың мақсаты тілдің дыбыстарын естіп қабылдау, оларды сөздер ішінен бөлу және сөзсіз жеке айту, сөздегі дыбыстарды, олардың түрлерін ажыратып дұрыс дыбыстау, жазу бетін бағдарлау, жазу жолын, жоларалық кеңістікті ажырату, торкөз дәптерге кең сызықтар, әріп элементтерін жазу. Саламатсыңдар ма балалар? Әліппе дәптеріміздегі бірінші тапсырмаға назар аударамыз. Тыңда, сұраққа жауап бер. Ащы мекен сарымсақ, тұщы мекен сарымсақ, қышқыл мекен сарымсақ, тәтті мекен сарымсақ. Кім айтады сұрасақ? Сөздік жұмысы: ащы, пияз ащы, тұщы, ішетін суымыз тұщы, борщ, орамжапырақ, дәрумендер қосылып жасалған сорпа. Суреттердегі көкөністердің дәмін сипатта. Тағам дәміне байланысты бір-біріне сұрақ қой. Жұмбақ шешейік. Мынадай бір асыл бар, басы жоқ тек шашы бар. Болса ондай бұйымың, ластанбайды киімің. Ойланайық, жұмбақтың шешуі не екен? Әрине щетка. Щетка сөзін буынға бөлейік. Щетка, екі буын, ш дыбысы сөздің басында. Щетка, щетка, щеткалар, неше түрлі щетка бар. Бірі тісті жуады, бірі шаңды қуады. Тыңда, борщ, ши, щетка жазылады шымен. Шие, шалқан, шанышқы жазылады шымен. Ш дыбысы бар сөздерге дыбыстық талдау жаса. Жазылады деген сөзді естіледі деп өзгертіп, өлеңді қайталап айт. Дыбыстық талдау жасаймыз. Ши, щетка, борщ. Тыңда, сөйлемді аяқта. Дыбысты естиміз, айтамыз. Әріпті жазамыз, көреміз. Ш әріпімен таныс бол. Ш дыбысы қатаң дауыссыз дыбыс, көк текшемен белгілейміз. Үш тармақты айырын шатастырмашымен деп, атам оны таңбалап аяғынан байлады. Ш әрпін бояймыз. Бесінші тапсырма: ш әрпін таяқша және қағаз қыстырғыштардан құрастыр. Ш әрпін бастырып жазамыз. Барлық тапсырмаларды орындап болсақ, өзіңді өзің бағала, смайликтердің аузын сал. Сонымен балалар, бүгінгі оқу қызметімізде ш дыбысымен таныстық. Сабақ аяқталды, сау болыңыздар.